шақыру, шақыру, шақыру. Пайғамбар деген осы, саллаллаху алейхи вассалам. Қашан Аллаға шақырылып жатқан адамдар пайда болса, халық, одан кейін оларда Алланың жолымен өмір сүруге шақыруға айналады. Келесі кезең кетті. Алланың діні бойынша өмір сүруге шақырады. Сөйтіп шақыра береді, шақыра береді, шақырды. Қашан жаңағы қауым Алланың діні бойынша өмір сүретін елге айналса, енді ақиқатты әлемге тасымалдаймыз дейді. Бүкіл әлемді осыған әкелеміз деген жағдайларда кешегі пайғамбарымыздың заманындағы Алла жолындағы күрестер басталған. Ана Омардың кезіндегі Византия империясы, Парс империяларының құлатылуы, Алланың жарығының кіруі, осы далаға дейін солардың иманымен келген, солардың иманымен келген. Міне, қараңыз, қай жерге дейін шашып тастады. Сондықтан мұсылманның өмірі Аллаға шақыру. Сені жынды десе де, фанат десе де, бас демейді десе де, неге завод салмайсың, неге ақыретті айта бересің, неге қорқыта бересің, үркіте бересің. Ақиқат, қиямет сағаты ақиқат болса, мәңгі тозақ ақиқат болса, халқыңды оған қимағаннан кейін қалайша тоқтатасың бұл істі? Қалайша шақырмайсың оларды? Сіз ойлаңыз, қандай сөзбен байланыстырған Алла Тағала. Қасас сүресінде қараңыз. Удғу иля роббика. Мына сөзді қараңыз. Шақыр, уа пайғамбар, Раббыңа. Уәлә такунанна минал мушрикин. Және мүшриктерден болма. Қандай байланыс таптыңыз? Егер шақырмасаң, бұл жердің бетіне серік қосудың қай түрі тараса да тарай берсін деген қол қойғаныңыз. Жердің бетіндегі күпірлік, серік қосу, адасу, күллі нәрсе тек қана осы дауғатпен ғана кері қайтарылуын, осы дауғат арқылы ұзақ жылдарға созылатын жұмыс қылып Алла Тағала пайғамбарларды сынаған. Сол секілді бұл үмбеті де бұл міндеттен ешқашан ажырай алмайды. Ақиқаттан алыс жүрген адамдарды шақырудың орнына әлі күнге дейін бір-бірімізді шақырып жүрміз. Кейбір пәндерде оқылып алған қайшылықтардан шыға алмай басымыз ауырып, еврейлер мен насараларға айтылған адасу деген сөздерді бір-бірімізге айтып жүрміз. Қара шайтан қандай дәрежеге әкеп қойған Мұхаммед пайғамбардың үмбетін. Нысаның өзгеріп кеткен. Міне, қай жаққа нысандап атқаның белгісіз. Халықты тура жолға шақыру керек. Халық ақиқаттан бейхабар болып отыр. Соларды шақырмағаннан кейін, солардың бойындағы шайтанның да жасап отқан насихаттары жүзеге асып, олардың ойларында неше түрлі адасулар пайда болып, міне, ертең жинемей, түзей алмай қоясың ол нәрсенің бәрін. Міне, Аллаға шақыру, осы нәрсені дұрыс түсініңіздер. Қай жерде жүрсеңіз де, тек қана мына мешіттегі имам деген имам емес, имам деген сөз рухани жетекші деген сөз. Егер де сіз зауыт басқарып атсаңыз, сол зауыттағы рухани жетекші сізсіз. Сол жердегі адамның күллісін туралыққа шақыру керексіз. Біз мәжбүрлемейміз ешкімді. Ондай құқықты алған емеспіз Алладан. Мәжбүрлеу жоқ. Бірақ шақыру Алланың жерінде өмір сүріп атқаннан кейін, Алланың киімін киіп жүргеннен кейін, Алланың ризығын пайдаланып атқаннан кейін, Алла басқарады бұл жердің бетін. Міне сол Аллаға қарату тәртіпті. Кез келген пайғамбардың міндеті сол болған жіберілгенде. Жердің бетінде бір бүлік қалмағанға дейін уа пайғамбар, жеткіз Раббыңның сөзін.